ең құндылығын әлі дүниежүзі түсінбеген, ол мынау біздің Қазақстанның мамандары. Неге десеңіз, көбісінің образованиесі шетелдік, тәжірибесі мынау қиын кен орындарынан, мықты компаниялардан, мықты компанияда бәрі ағылшынша біледі, бірақ айлығын алып қарасаңыз, өте дүниежүзіндегі томендердің біреуі. Аслан Бөлекбаев мырза, қош келдіңіз. Аслан Бөлекбаев Абу-Даби ұлттық мұнай-газ компаниясының вице-президентінің кеңесшісі. Қазіргі Қазақстанның келешек жастары осының бәрін, осындай байлықтың бәрін, әрбір граммын, әрбір баррелін еліне, жеріне қалай қызмет етер. Любой компания алып қарасаңыз, үш мынандай маңыздысы бар да. Біріншісі технология болу керек. Бір компания мықты болу үшін. Екіншісі процесстері болу керек. Үшіншісі адамдары мықты болу керек. Біз жасыл энергиясына өту үшін, мысалы, көп талап етеді. Көп жаңағындай минералдар керек та. Оған өту үшін ол металдардың бағасы өседі. Қымбат болмау керек. Өйткені қазіргі сондай жайт болып жатыр. Сол Арамкаға кірген кезде Арамканың мынандай бір феномені бар да. Олар сізге жақсы айлық қана бере қоймай, сізге үйді береді, мектепті береді ақысыз. Медициналық қарасаңыз Джон Хопкинс да, фасилитилері, больницалары, жағдайдың бәрін жасайды. Сіз тек қана созидательный жұмыс істесеңіз болды. Сізге сұрайтыны сол ғана. Сауд Арамко дүниенің ең үлкен компаниясы. Иә, ең үлкен 15 патентіңіз бар екен, 15 патент иесісіз. Осы туралы айтып өтсеңіз. Құрметті көрермен, келесі Energy подкастына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі мұнай саласына әйгілі Аслан Бөлекбаев мырза, қош келдіңіз. Аслан Бөлекбаев Абу-Даби ұлттық мұнай-газ компаниясының вице-президентінің кеңесшісі. Асеке, бастап кетейік. Сізбен бүгін сол қызық сұхбат болады деген недеміз. Осы күнге дейін бұның да жалғасы болады дегенде бір үміттеміз, ниеттеміз. Өзіңіз туралы бір айтып өтсеңіз, Асеке. Туған жеріңізден бастап, жөндегі. Жақсы, рахмет. Сапарладық. Рахмет, үлкен біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Шын айтсам, мен ондай асып баратқан білімім де жоқ, бірақ сіз шақырғаннан кейін, сізді білгеннен кейін жоқ деп айтуға датым бармады, шын мәнінде. Менің есімім жаңа сіз айтқанда Аслан Бөлекбай, Қарағанды облысының, енді қазір Жезқазған, Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданында қасында өскенмін. Ауылдан Жеңіс деген совхоз бар. Сол жерде атамның, әжемнің қолында өскенмін. 6 жасқа келген кезде менің атам айтты да, ол кісі бастауыш мектептердің мұғалімі еді. Саған балам білім алу үшін қалаға бару керек. Сөйтіп, әкемнің шешемнің қолына жіберді. Мұғалім отбасынан. Әкем милиция саласында істеген, анам мұғалім, өз басым мұнай саласына өзі бір қызық себеп жайттармен Алла тағала нәсіп етті. Қысқашасы сол. Қазақ түрік лицейінде оқыдым Жезқазғанда. Одан кейін біздің Алматының политехінде оқыдым. Одан кейін Малайзияда, енді қазір Роберт Гордонда докторантура жасап жатырмыз. Geomechanics and Machine Learning дейді. Геомеханика и машинное обучение. Машиналық атқарушы. Сонда сізде Малайзияда магистратура болды? Қай салада болды магистратураңыз? Petroleum Engineering. Мұнай. University Technology of Petronas дейді. Петронастың өздерінің ол жақта университеттері бар. Болашақпен оқыдыңыз? Жоқ. Өзіңізді? Ол жақта ол кезде арзан еді да. 2 жыл болдыңыз, Жоқ, 1 жыл. Керемет жер ғой Малайзия. Ол кезде олардың кампустары ненде еді? Ипо деген қаланың қасында, где-то 45 минуттық жерде, джунглидің ортасында тек университеттің кампусы ғана бар еді. Ну орман дейсіз. Ну орман, жаңағыдай комнаталарында, терезелерінде вентилятор ғана бар, AC жоқ. Терезелері мынандай ашық. Андай кішкентай нелер, шаяндар кіретін еді неге, бөлмеге. Жабайы десеңші кәдімгідей. Күшті ғой. Одан кейін сіз жұмыс істедіңіз? Одан кейін Халибертонда істедім. Халибертон деген ол кезде былай еді да, қызық заман еді. Сіз ағылшынша білсеңіз жұмысқа кіре алатын едіңіз. Мұнай саласына. Ол 2004-2005-терде. Одан кейін келесі тренд болды. Сіз мұнай саласына кіру үшін сіздің жаңағындай профильный мұнай-газ саласындағы
мамандығыңыз болу керек. Одан кейін бір 3 жыл сайын өзгеріп тұратын сияқты. Мен сырттан келіп кетіп жатқаннан кейін шарттар қосылып жатыр. Иә, қосылып жатыр. Одан кейін шетелдік университет бітіріп келу ол бір кәдімгідей бір керек зат болды. Одан кейін магистратура, одан кейін PhD болып жатса жақсы да. Одан кейін қазір шетелде жұмыс істеп келсеңіз, бұл жақта жұмыс табу оңай сияқты меніңше. Қосылып жатыр. Одан кейін машин лернинг қосылып жатыр қасында да. Жылдан жылға артып жатыр дейсіз. Сонда сіз Halliburton'де бастадыңыз. Halliburton'де бастадым. Олардың production enhancement деген департаменті бар еді. Ол кезде жаңағы Halliburton цементтар жасайтын еді, coil tubing, интенсификация притока дейді ғой, көбейтуді. Мұнай өнімін көбейтетін технология. Сол салада істедім. Вахтамен істедім, жаңағыдай Сібірде, Қазақстанның көп месторождениелерінде. Сол Halliburtonмен сосын Сауд Арабиясына бардым. Бахрейн, Сауд Арабиясында істедім. Ол уақытта да КВТУ-да жаңағыдай 35 күн істейсіз, 35 күн демаласыз. Сол кезде КВТУ-да сабақ бердім, бір жарым жылдай. Қосымша. Иә, қосымша. 35 ол қай жылдар болды сіз араб елдерінде істегеніңіз? 2010-11-лерде. 2010-11-лерде. Сонда 2004-те бітірдіңіз, уже 2011-лерде уже араб елдерінде жұмыс істедіңіз уақытымен. Ол кезде былай еді, қазақтарды сыртқа қарай асып шығармайтын еді. Halliburton шығармайтын. Шлюмберже оңай еді шығу. Именно сіз мысалы геофизик болсаңыз, Шлюмбержеден өте оңай еді. GFE жасау үшін, General Field Engineer дейді ғой. Сондай жасау үшін сыртқа оларда маңызды еді. Олардың development план дейді ғой. Даму жоспарының бойынша сіз шетелде жұмыс істеп келу керек деген сондай. Алға жүрді. Оқырман қауымға бір айта кетейін, негізі 4 үлкен әр саланың компаниясы болған секілді, мұнай сервис саласында ең үлкен компаниялар ол Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford деп аталады. Сол компанияның үлкендерінің бірінде Асакең бастайды өзінің Big Four деп аталады. Аудиторларда және Ernst & Young және Pricewaterhouse секілді әр саланың өзі бір 4 несі болады, үлкен компания. Соның ең үлкенде бастадыңыз өзінің тәжірибеңізді. Енді алғаш рет шетелде оқып келгесін, елге оралған кезде қандай сізде әсер болды, мақсат болды сізде? Шетелде келдіңіз, сосын келген кезде қандай қиындықтар болды сізде Қазақстанға? Ондай қиындық деген ойламаппыз. Ол кезде мен жаңағыдай саласы, сол именно сервис саласына барған себебім ол былай да. Бір нәрседен маман болу үшін сіз өте тез тәжірибе жинау керексіз. Әртүрлі кейстерді қарау керексіз. Мысалы финансовый салада алсақ, қаржы саласында Big Four болса, сіз тез жетілесіз. Oilfield Services дейді ғой, ол да сондай бір мектеп. Сіз жаңағыдай Қазақстанда бармаған, былай қарасаңыз, менің нем жоқ, месторождением. Мұнай саласында қандай месторождением бар, көбісінде болдық. Қызылорда болсын, Ақтөбе, Ақтау, Атырау бәрінде болдық. Сол жағынан жаңағы таңдаған себебі бір болды. Енді екіншісі, конечно, әрине тағдырда жазылған зат. Бір өзі қызық болды. Собеседованияның кезінде де жаңағыдай ағылшынша білетін ол кезде көп жігіт болмап еді. Мен ағылшыншаның арқасында ғана өтіп кеттіңіз, алып кетті десеңізші. Ал енді сіз сол кезде шетел бітірдіңіз. Қазір докторантураңызда машина обучение, машиналық оқыту және дата аналитикта жасап жатырсыз. Бұған түрткі болған қандай себеп? Енді дүниенің тренді ме? Жалпы бұл салаға қызығушылығы ма? Болашақ зор ма немесе? Меніңше ол тренд емес, меніңше ол өте маңызды керек зат. Мысалы, қазір қай саланы алып қарамасаңыз, данныйлардың жаңағыдай количествосы бар ғой. Ақпараттардың көлемі өте көп та. Сіз мысалы жай Excel-мен бұрынғыдай жасай алмайсыз көп заттарды. Ол жасайын десеңіз, енді болады әрине. Бірақ сіз жаңағыдай бір апта, бір ай уақытыңыз кетеді. Ал Data Analytics-ті алсаңыз, ол 2 дропта, 2 мышкамен дроп сізге керек графикті жасайсыз. Жаңағыдай маңыздысы инсайттарды тез аласыз да. Сондықтан сіздің жаңағыдай өзіңіздің эффективдігіңіз артады, өте қатты артады. Содан кейін тағы мындай бар, машин лернингте әртүрлі алгоритмдер бар ғой, там predictive analytics дейді ғой.
болжау. Иә, бір ғайыпты жаңағыдай сыртын бүйтіп қарауға болады. Келешекті болжау жағынан, иә, соны қолдануға болады. Жалпы осы ма сізге түрткі болған? Негізі сіздің қызығушылық, болашағы ол кезде зор. мен Сауди Арамкада істейтін едім. Жаңағыдай Халибертоннан оқырманға көрермендерге айта кетсеңші осы қызық. Халибертоннан кейін мен бір уақыт өзім консалтингпен айналыстым Қазақстанда, мұнай газ саласында. Именно домен экспертиз дейді ғой, жаңағыдай саланың маманы. Суды азайту, жаңағыдай гидроразрыв пласта hydraulic fracturing дейді ғой, сондаймен айналыстым, жарты жылдай сондаймен айналыстым. Ол уақытта жаңа Қазақстанда да істедім, қазгеологияда да істедім, бірінші орынбасар болдым қазгеологияда, именно exploration жағынан, барлау жағынан. Одан кейін ол уақытта OMV деген компания бар, Австрияның мұнай газ саласындағы мемлекеттік компаниясы. Ол кезде ол компанияның собеседование өтіп, қолыма оффер алған едім. Ұсыныс алдым. Ұсыныс қолымда болды. Сонда көшу керек болды, семьямызбен Вена қаласына, headquarter дейді ғой, ең бас офисіне. Қай жылдар бұл? Ол 2012. 2012 жылдар, иә? 2012-де. Сол жылдар сіз бірінші орынбасар болдыңыз қазгеологияның, иә? Иә. Ол енді барған себебім былай болды. Мен Қазақстанда жаңағыдай консультант болып жүргенде көп саланың бір проблемаларын көзімнің алдында болды. Сол кезде жаздым, 2012-де статья жазған едім. Орысша Казэнерджи деген журналда проблемы зрелых месторождений и как дать вторую жизнь деп орысша жаздық. Ол кезде айтып едік, жазған статьясын сізге ссылкасын жіберем. Біз шығарамыз астында. Сол кезде біз болжап едік. Қазақстанда 3 қана осы гиганттың кен орындардың жаңағыдай мұнай табысы көбейеді, производство добычасы көбейеді, өнімі көбейеді. Ал қасындағы біздің баяғы зрелый месторождение дейді ғой, солардың добычасы түседі. Ол ертең социалдық ауқымы бір қиыншылыққа әкелуі мүмкін. Сол проблеманы, мысалы айтады ғой, мынандай сөз бар да, be part of the solution дейді ғой. Әрбір адам проблеманы айтарады, бірақ қандай ұсыныс бар, қалай оны шешуге болады. Сол кезде 3 жолын біз беріп едік. Біріншісі жаңағыдай стимуляция жағынан именно налог на НДПИ дейді ғой, соны субсидировать ету. Именно мысалы сіздің обводненность дейді ғой, судың пайызы 90-нан жоғары болса, сіздің уже lifting cost, сіздің операциондық расходтарыңыз неғұрлым жоғары. Өйткені сіз ол суды транспортировать ету керексіз, ұңғының басынан ЦППН-ге дейін, оны сіз айыру керексіз, сепарировать ету керексіз, одан кейін сіз оны утилизировать ету керексіз. Оның бәрі негізі 40% костқа көбей эффекті бар. То есть сіздің жаңағыдай уже қосымша қаражатқа алып келеді. Сондықтан оны бірінші мемлекеттік жағынан стимуляция жасау керек болды. Ол заң қазір қабылданды, қолданылып жатыр негізі Қазақстанда. НДП-ден жеңілдіктер. Ну, то есть высоковязкая дейді, трудноизвлекаемый и обводненность жағынан. Сол бірінші ұсыныс болды. Екінші ұсыныс JV жасау. Мысалы қараңыз, Occidental деген компания болды. Мен сол кезде Бахрейнде істеп жүрдім. Occidental Petroleum деген бар, американдық компания. Олардың жаңағыдай специализациялары именно mature oil field дейді, осындай зрелый ескі месторождениелерді эффективностін көбейту. Оларда мамандары, именно резервуар инженерлары, андай остаточный нефть дейді ғой, қай жерде линзалар қалып қойды, сондай жағынан, потом жаңағыдай ұңғының изоляция воды, жаңағыдай суды тоқтату жағынан эксперттер жазалары өте мықты да. Соған бағытталған. Соған бағытталған. Өздері өткен Америкада сондай кен орындарын оперировать етеді. Олар Бабко деген Бахрейннің компаниясы бар, ұлттық компаниясы бар. Солармен JV жасап, мұнайдың добычасын 25%-ға көбейтті. Сонда кейстер бар да, дүние жүзінде. Сондай ұсыныс болды, сондай жасау. Үшінші ұсыныс, ол өзіміздің компетенцияларымызбен, өзіміздің кадрларды, шетелдегі кадрларды алып кеп, сондай жасау. Рабочий группа дейді ғой, бір жұмыс группасын жасап, мысалы көп шетелдегі жүрген қазақтардың арманы еліне, жеріне қызмет ету. Шына керек, да.
ол жерде жаңағыдай бұл жерде мәселе ақшамен емес. Ақшамен сіз бұл жаққа ешкімге әкеле алмайсыз. Неге десеңіз, енді шетелде жүргеннен кейін Қазақстанмен жалақыны алсаңыз неғұрлым екеуі өзгеше да. Бұл жерде тек қана елім жерім дейтін жігіттер қызмет етемін деген сол кісілерді тартып жаңағыдай фулл тайм емес, енді осы жаққа көшу емес, дистанционно жасаса да. Жұмылдыру ғой. Жұмылдыру. Осы жұмыс проблемаларға. Сондай ұсыныс болды жасап жүрген кезде. Сосын жаңағынан параллельно unconventional газ дейміз, oil and gas дейміз ғой. Қазақстанның негізі потенциалы көп, әлі де бар. Именно бірақ біздің сіз өзіңіз подсчет жасап көрген шығарсыз. Мысалы бізде газда 1 миллидарсиден төмен болса, ол считается нерентабельным. Ешкім оның добычасымен айналыспайды. Америкада 1 миллидарси деген ол коммерческий кәдімгідей месторождение. Күнделікті. Өйткені неге десеңіз, қазір Америкада 0,1 миллидарсиді добывать етеді да. Горизонтальный ұңғылар қазады. Сосын мультистейдж фрак дейді, мультистадийный ГРП жасайды да, и ол коммерческий есептеледі. Қазір Американы қарасаңыз, олар қазір номер 1, номер 1 да, добыча жағынан. Shell газ дейді жендегі. Саз мұнайы мен саз газы деп аударылама, сонда қиын. Қалай айтсам болады. Негізі жендегі сіз 1 дарси деді айта кеткен дұрыс шығар. 1 дарси деген сөз жаңағы проницаемость қой, проницаемость. Бір недегі почвадағы жер қабатының мұнай мен газды қаншалықты жеңіл өткізеді ұңғыға. Неғұрлым жоғары болса оңай өтсе, неғұрлым төмен болса қиын өтсе. Неғұрлым жоғары тез өткізсе, сіздің жаңағыдай добычаңыз соғұрлым көп болады. Фильтрационная емкостная способность дейді. Орысша айтқанда былай қарасаңыз. Сіз енді Асеке 15 және білімім жоқ деп айтсаңыз да 15 патентіңіз бар екен, 15 патент иесісіз. Осы туралы айтып өтсең. Патент туралы қай жылдары ала бастадыңыз, қазіргі оның жалпы сізге халықаралық деңгейде ерекшелігі қандай оның? Мен OMV-ден кейін жаңағыдай мұнай бағасы құлаған кезде, OMV-де Венада тұрып аттым ол кезде. 2015 қой, 2015-те. 2013-тен 15-ке дейін мен сол OMV-де істедім Вена қаласында. 2 балам болды, жаңағыдай балаларым сонда дүниеге келді, сонда өсті. Мұнайдың бағасы түскеннен кейін кост-каттинг дейді ғой. Жаңағыдай айлықтан төмендете бастайды, жаңағыдай бонусты азайтады, сондай жағдай келді. Сіз қыса бастайды. Венада тұрасыз, 2 балаңыз бар. Европаның айлықтары ондай оғырлым жоғары емес негізі. Алып қарасаңыз, жұмыс істей бастадым. Ол кезде жаңағыдай 2 собеседование өттім. Біріншісі Аднокқа болды, екіншісі Сауди Арамқа болды. Неге десеңіз, мұсылман болғаннан кейін, бір өзіміздің ана жерде тұрып көргеннен кейін бір мұсылман еліне қарай барғым келді. Неге десеңіз, ана жерде жаңағыдай бірақ қызық бір мынандай жайт бар. Европаның адамдары, былай қарасаңыз, жүрегінде иманы болмаса да, бірақ ахлақ дейміз ғой, характері мұсылмандікі да. Бірақ имандары жоқ. Ал мен сосын Middle East дейді ғой, араб мемлекеттеріне барған кезде бүкіл жерде минарет, мешіт бар да, бірақ адамдардың характері өзгеше. И сондай ниетпен бір мұсылман мемлекетіне барғым келді. Ең жаңағыдай немесе жаңағыдай Біріккен Араб Эмираттар болсын, немесе жаңағы Сауд Арабиясына. Ең бірінші Арамка оффер берді. Тәуекел деп сол Арамкаға 2015-те кірдік. Сол Арамкаға кірген кезде Арамканың мынандай бір феномені бар да. Олар сізге жақсы айлық қана бере қоймай, сізге үйді береді, мектепті береді, ақсыз. Медициналық қарасаңыз, Джон Хопкинс да, фасилитилері, больницалары. Жағдайдың бәрін жасайды. Сіз тек қана созидательный жұмыс істесеңіз болды. Сізге сұрайтыны сол ғана. Сауд Арамка дүниенің ең үлкен компаниясы. 2 триллион нарық несі бар, маркет капы бар. Қазмұнайгазда қанша? 11 ма? Қазір 17 шығар енді, ары кетсе. 10 мен 15 арасында қателеспесем. Сонда 200 есе жоғары болып тұр ма? Сонда ғой, мүмкін. Енді сол патентті сол жерге келген кезде жаңағындай индустрияның жаңағындай гиганты болғаннан кейін сіз көп нәрсеге басқаша қарайды екенсіз да. Сіз жаңағыдай бір кішкентай месторождениеде ассетте жүрсеңіз, сіз жаңағыдай rabbit hole дейді ғой, бір түбінде бір астында бір нәрсені қазбалап чересчур детальда жүрсіз да. Ал андай үлкен компанияға кірген кезде, масштабты көрген кезде сіздің
көзіңіз көп басқа нәрселерге ашыла бастайды да, қызық. Кішкентай проблемалар байқамай кетесіз ғой. Кішкентай проблемалар, өйткені оның бәрі уже рутина да, ол уже көп нәрсе автоматизацияландырылған, көп нәрсе, әрбір адам өзінің ісімен айналысады, жаңағыдай сондай бір не да, ол жақта именно компетенция жағынан әркімнің өзінің ісі бөлінген да. Бизнес процесс. Бизнес процесс отырған. Отырған. Енді қандай, мысалы, компанияны, любой компания алып қарасаңыз, үш жаңағыдай алдында сізбен сөйлесіп едік қой бұл туралы да. Үш мынандай маңыздысы бар да. Біріншісі технология болу керек. Бір компания мықты болу үшін. Екіншісі процесстері болу керек. Үшіншісі адамдары мықты болу керек да. Арамканы алсаңыз, технология жағынан ең дүние жүзіндегі соңғы технологиялар сол жерде бірінші тестировать етіледі. OPI дейді ғой. Соның бәрі сол жерде жасалады. Екіншісі процесстері өте отырған. Үшіншісі дүние жүзіндегі ең мықты адамдарды ең жақсы жалақы беріп өздеріне тартады. Сондай орта дайындаған да. Сол кезде жаңағыдай көзім ашыла бастағаннан кейін ойладым, мынандай жасауға болады ғой, мынандай жасауға болады ғой деп. Жаңағыдай енді бұл патентование, мен бұл туралы отдельно негізі үлкен бір тема да бұл. Көп сөйлейді, бір шабыт, муза деп, ондай еш нәрсесі жоқ. Негізі ол процесс да. Негізі бір процесс, өзінің бір дайындалып кәдімгідей жасауға болады оны. Ондай қиыншылығы жоқ негізі. Сондай Алла тағала нәсіп етті бір 15 патентке. Сол Сауди Арамко компаниясы істеп жатқан кезде алдыңыз, иә. Ол патенттерді қазір сізде дүниежүзілік жәндегі несі, қалай десем болады, дүниежүзілік ерекше жәндегі не болады, статуспен беріледі. Кейін сіз бір жұмысқа кірген кезде осы патентпен нелер аласыз. Сол салада сіз маман ретінде патентпен жұмысыңызды аласыз. Енді бізде жаңалықтар көп қой, енді халық біле бермейді деп ойлайсыз. Енді халық бір жағынан біледі, бір жағынан білмейді. Жалпы біз енді кішігірім Қазақстан туралы айтып өтсек. Қазақстандағы энергетика. Енді сіз Қазақстанда жұмыс істедіңіз, Қазақстанда болмаған кен орны жоқ. Ол мұнай газы болсын, немесе сіз уран саласында да вице-президент болдыңыз, ол саланы жақсы білесіз. Қазгеологияда сіз қазба байлықтарын да жақсы білесіз. Жалпы елімізде тұрақты даму жәндегі баламалы энергия ғой қазір, жасыл энергетика дейді. Не дейді, әртүрлі жәндегі терминологиямен қолданады. Осы ойынша ой пікіріңіз қандай? Бізде қазір ең көп сол дамып жатқан жел энергиясы, сосын күн энергиясы. Осы бағытта ой пікіріңіз. Секіріп кеттік енді былай тақырыптан қатты. Айта кетейік, Арамкадан кейін мен сол Казатомпромда сіз айтпақшы. Соны айтайын. Енді sustainable халықтың дамуы, мемлекеттің дамуы үшін ол бір balanced energy system болу керек та, балансированный энергия жүйесі болу керек. Тепе-теңдік. Ол тек қана енді көмірмен генерация ғана емес, жаңағыдай жел, күн, атом энергиясы меніңше болу керек та. Ал енді қараңыз, бізде ондай жасайтын технологиялар біздің елімізде жоқ. Ол бәрі сырттан келеді. Ол сырттан қазір мысалы алып қарасаңыз, көп металдардың критикал минералс дейді ғой, көбісінің бағасы неғұрлым өсті. Тапшы. Неге десеңіз, мынау санкцияның байланысы бар, Ресей, көрші еліміздегі Ресейдегі, о жақтан мысалы көп мекемелер экспорт жасай алмайды. Екіншісі оның тапшылығы. Именно мынау біз жасыл энергиясына өту үшін, мысалы, көп талап етеді. Көп жаңағыдай минералдар керек та. Жаңағыдай сіз ветряной мельницаны жасау үшін сізге мыс керек, сізге никель керек, сізге магний керек, сізге кобальт керек, оны сосын батареяны сақтау үшін сізге тағы да ары қарай ион керек, литиум керек, анау керек, сондай металдар керек та. Ол оған өту үшін ол металдардың бағасы өседі, қымбат болмау керек. Өйткені қазіргі сондай жайт болып жатыр да. Мысалы, оның қасында еще rare earth minerals дейді ғой, именно мынау редкозем, орысшасы редкозем. Сондай металдар керек. Өте тапшы. Оның бәрі негізі Қазақстанда бар. Қазақстанның негізі competitive advantage сонда да. Ерекшелігі именно конкурентное преимущество дейді ғой біздің еліміздің сонда негізі. Бірақ твердый полезный ТПИ дейміз ғой. Қазақстанда енді ғана қарқынын алып жатқан сияқты. Енді ғана. Қолға алып жатыр енді. Сондықтан да ондай өту үшін ол керек зат, ол балансты түрде болу керек. Оны әрине де
шетелдік мемлекеттермен ғана бірге синергия етіп қана жасауға болады да. Жаңа сіз совместный JV дейсіз ғой производство ретінде. Жаңа бір не қалып кетті ортада. Сіз Сауди Арамкодан кейін Қазақстанға келдіңіз, қателеспесем. Қай жылдар келдіңіз? 2021-де. 2021-де ковидтен кейін Қазақстанға келдім. Сонда сіз 2015-21 арасында Сауди Арамкода болдыңыз, сосын Қазатомпромда бір жылдай, 2 жылдай болдыңыз, бір жылдан аз болдым. Бір жылдан аз болдыңыз, сосын 22-ден бастап шетелдесіз, қазір одно компаниясына Абу-Даби. Ал атом электростанциясы болу керек дедіңіз. Жалпы атом электростанциясы қателеспесем Абу-Дабиде қазір олар ашты. Барака деген 4 реактор бар. Сол жалпы айта кетсеңіз, олар мұнай-газ елдері да, мысалы Абу-Даби дүние жүзінде қателеспесем 4-ші немесе 5-ші орында да мұнай өнімі жағынан. Сауд Арамко сол топ 3-тің ішіне кіреді. Бұл елдерге атом электростанциясына салуға не түрткі болды? Оларда энергия итак жетеді. Электроэнергия тапшылығы. Электроэнергия. Неге десеңіз қараңыз, мысалы бізде пиковое потребление электроэнергия дейміз ғой. Мысалы бізде қыста болса, электр пештерін қосқан кезде обогреватель дейміз ғой, үйді қыздырады. Көбейеді. Сол кезде біздің потреблениеміз көбейеді, мысалы. Ал оларда болса газ ең бірінші біз Арамкода болған кезде іздейтініміз газ еді. Неге десеңіз, олар электр жүйесін табу үшін газды жағатын еді. Газды жағады. Атом электростанция жоқ, жел жоқ, күн жоқ. Күн неге жоқ десеңіз, сіз андай күн панелін қойған кезде үстіне шаң жиналмау керек оның. Шаң жиналса эффективность ол жақта әрқашанда жел борап тұрады да, құм борап тұрады. Сондай қиыншылығы бар да. Бірақ ол кісілер енді қазір неше түрлі технологиялармен, роботтармен жасап жатыр. Бірақ сондай челлендж дейміз, сондай болды да. Жаңағындай қысты күні потребление ондай көп емес та, жазды күні кондиционер дейміз ғой, кондиционер қосылған кезде бізге күніне 1 миллион баррельдей мұнай жағу керек болды. Есептеңіз, сонда сіз экспортқа беретін потенциалыңызды Қазақстанның мұнайының 60% ғой. Иә, Қазақстанның мұнайының жағу керек. 60% жағу керек. Не деген сұмдық қой? Иә, ол неге десеңіз, соңғы 5 жылда олардың электр жүйесінің потреблениясы дейміз ғой. Қатты өскен, Қатты өсті. Халық саны бар. Жаңағындай инфраструктурный проекттер көп болды, индустриялары көбейді, жаңағындай, сондықтан олардың электр жүйесін қолдану көбейіп кетті. Сондықтан жақпау үшін олар мысалы электр энергия тапшылығы бар. Мысалы оны қалай олар шешті? Мысалы Сауд Арабиясында газ storage дейміз ғой, жер қойнауында газды сақтау. Андай low demand season, андай потребление аз болған кезде хранение, потребление көбейген кезде добыча. Қазақстанда негізі 3 сондай подземный хранилище бар, бірақ Совет үкіметінен келе жатқан. Олар Атырау сол жақтар шығар, 3 бар, біреуі Шоғырлы Шүмістімі кезіндегі, біреуі Ақтөбе Амангелді газының қасында, біреуі Маңғыстау жақта. Ақтөбеде де бар ғой деймін, жаңа жолда бар ғой деймін. Үшеуі негізі мен білетін. Бірақ олардың ондай объемы дейді, ондай көп емес негізі. Сол кезде біз сондай газохранилище жасадық Гауардың өзінде. Гауар деген дүние жүзіндегі ең үлкен кен орны. Сонда оларға атомный электростанция салу арзан болып тұр ғой? Арзан дегенде енді салыстырмалы түрде. Иә, салыстырмалы түрде. Арзан болып тұр. Ал енді жалпы газ саласына көзқарасыңыз қалай қазір? Бізде енді қазір ең көп бізде талқыланып жатқан мәселенің бірі газ мәселесі Қазақстанда. Газдың тапшылығы. Газдың тапшылығы болғандықтан бәлкім Ресейден алу ықтималы бар, бір жағынан импорт жасау. Газ саласын сіз қалай дамытар едіңіз? Өзіңіз жалпы бір маман ретінде, мысалы бір инженерный подход дейді ғой жендегі. Сіз қалай бұл қазіргі біздің газ саласына бір ұсыныстарыңыз болар еді? Енді менің ойымша дұрыс істер жасалып жатыр негізі қазір. Неге десеңіз, мысалы қазір упрощенный УМК деймін, упрощенный контрактный модель, ол бірінші жаңағыдай дұрыс жасалып жатқан. Неге десеңіз, сіз мысалы араб мемлекеттерінде неге көбісі инвестиция жасайды, неге өйткені ол кісілер ортаны дайындайды да сізге, условия дейді ғой, сондай условия инвестиция келу үшін жасайды. Бұл бірінші зат, жаңағыдай біздің министерство жағынан болсын, Казагаз жағынан болсын, меніңше дұрыс инициатива. Ол сіз оны стимулировать етпей, ол жерге ешкім ақшасын салмайды. Екіншісі жаңағыдай газдың бағасы. Мысалы көп жылдар бойы 9.000 теңге болды, 1000 кубометрі.
сіздің экономикаңыз ешқашан шықпайды уже положительный NPV дейміз ғой, ондай жоқ. Сондықтан оны ешкім газды іздемейді да, ешкім оны таппайды да, то есть добывать етпейді. Сондықтан бұл екінші инициатива Қазақгаз біздің министрлік жағынан өте дұрыс орынды қазіргі керек заттар да. Сондықтан олар ортаны дайындаса, меніңше инвесторлар да келеді. Баға жағынан дұрыс болса. Сондықтан бұл өте дұрыс керек зат. Ал оны жасау үшін любой мекемені алыңыз, әрі қандай болсын саланы алып қарасаңыз, әрбір саланың жетістіктері ол жаңағындай сервисный компаниялар дейміз ғой. Сол ортаның болуы, ондай технологиялардың болуы, ондай компетенциялардың болуы, ондай кадрлардың болуы, ресурстардың болуы. Қазақстанда менің ойымша қазіргі бүгінгі таңда көп мұнай саласында, сервис саласын алып қарасаңыз, көбісі құрылысшылар, көбісі жаңағыдай хай-тек, именно сабсерфиспен байланысты, высокотехнологичный, именно геологиямен байланысты, технология добычамен байланысты ондай компаниялар өте аз. Сондықтан келесі меніңше горлышко дейміз ғой, сондай ортаны дайындау. Сервис технология компанияларда негізі Американың және сіз айтқан секілді Shell Oil мен Shell газын болуы да бұл технологияның көптігі ғой негізі, және арзан болуы Қазақстанға салыстырған кезде. Ал су және өзге де энергия көздері бойынша не айтасыз? Гидро бізде ол жалпы сала негізі, мен қателеспесем қазір дүние жүзінде судың азаюына байланысты гидро саласы, энергетика саласы төмендеп жатыр, тоқырауда шамалы. Яғни адамдар көп сала қоймайды. Жалпы бұл салада Қазақстанда бірақ салу жоспары да. Сіз қалай ойлайсыз болса? Меніңше Қазақстанда келесі 5 жыл су тапшылығы өте маңызды проблемалардың біреуі. Үлкен бір болады проблема. Мысалы қараңыз, араб мемлекеттерін қараңыз. Ол жерде ондай әкетіп бара жатқан су жоқ. Олар қалай істейді? Опреснение дейміз ғой, опреснениемен айналысады. Бұл бір. Екіншісі, көп жерлерден мындай офистерде қазір мысалы сіз мындай судың үлкен 5 литрлік, 20 литрлік көрмейсіз. Оларда мындай кішкентай установка тұрады, ол ауадан суды ылғалдығын жинайды, сол жерде суды десіз. Ол көшелерде де тұр, сондай технология керек да. Айттым, бізде көп проблемалар, системный проблемалар, жүйелі проблемалар да. Бізде ысырапшылдық көп, жоғалтулар көп, содан ғой. Мүмкін. Тиімді нәрсе. Жоқ, суды біз ағызып қойған кезде краннан ағызып, жәндегі тіс жуғанның өзінде де тоқтамай, соны қанша су кетеді негізі, соны айтып тұрмын. Жалпы негізі энергетика бойынша енді сіздер жастарға қандай өсиет берер едіңіз? 20-25 жастағы жәндегі жас көп тыңдарман бар. Соларға қандай кеңес, траекториясы не істеу керек, болашақта қандай мамандық оларға таңдаған дұрыс болады, потенциалдарын қалай ашқан дұрыс болады, соны жалпы сол бағытта бір әңгіме қозғап жүрсек. Менің ойымша, сізбен алдында да сөйлестік, менің ойымша бір алтын болу үшін ол бір процесстен өту керек да. Былай оңай еш нәрсе болмайды. Ол нақты бәрі түсіну керек да. Жеңіл еш нәрсе болмайды. Бір жүйелі түрде sustainable бір нәрсе болу үшін, тұрақты болу үшін біріншісі ол 99% ол кәдімгі жұмыс істеу керек. Тоқтамай адам өз-өзін тәжірибе жинау керек. Өз-өзін итермелеп алғары жұмыс істеу керек. 1% ғана ол таланты да. Ол бірінші. Екіншісі, жаңағыдай алтын болу үшін ол жаңағыдай дроблениеден, флотациядан, выщелачиваниеден қиыншылықтан мысалы өту керек. Мысалы алып қараңыз алмазды да. Формуласы карбон, графитпен біргедей. Ал бірақ анау қысымның, температураның астында жаңағы графит алмаз болады. Сондықтан біріншісі ол жаңағыдай талпынбай еңбектену. Абай атамыз айтқандай да. Кәдімгідей еңбектену керек. Бұл біріншісі. Бірақ екінші жай бар. Мысалы мен өз басым мынандай көремін да, былай бір айсберг бар емес пе? Айсберг сияқты да. Айсбергті қарасаңыз 10% ғана жердің судың үстінде көрінетін ғана. Жұрт көреді, мынаның 15 патенті бар екен, оған да істейді екен деп. Бірақ 90% ол айсбергтің астындағы. Ол мысалы былай алып қарасаңыз жетістіктер ол қалай болады? Біз не істейміз? Не айтамыз, не істейміз. Ол жердің бетінде көрінетін. Оның астында адамның эмоциялары жатыр, оның астында адамның энергиясы жатыр,
одан төмен қарай кете берсеңіз адамның өмірге деген көзқарасы призмасы жатыр. Ең түбінде мен кіммін деген сұрақ жатыр. Былай алып қарасаңыз болмысы дейсіз ғой адам өзінде. Оны көрінбейді дейсіз ғой. Ол энергия, мысалы адам талпынбай бір нәрсе жасау үшін ол энергия қайдан келеді? Иә. Жаңағы мен кіммін деген сұрақтан келеді да бәрі. Мен еліме жеріме қызмет етемін ба, әлде өзімнің қалтамды ғана ойлаймын ба? Адам өз қалтасын ғана ойласа, әрине ол жерде бір үлкен керемет жетістік бола ма деп құндылықтардың құндылықтардың маңыздылығы да. Бір салада маман болу үшін қанша жыл жұмыс істеу керек? Анда кем дегенде 5 жыл. Бір жерде кем дегенде 5 жыл кәдімгідей түбіне қарай оның терең бойлап. Қазіргі анау Инстаграмның несі болмайды дейсіз ғой жөндегі. Ойладым, ақша таптым деген секілді жөндегі. Сол негізі өте бір бұзады, адам. Мен Қазақстан келіп кетіп жүргеннен кейін көріп жатырмын да, қазіргі жастардың қағидалары қандай, кім болғылары келеді. Мен үшін бұл өте маңызды зат та. Маңызды бір болашақтың. Өйткені неге десеңіз, андай елім дейтін ер қайдан болады? Мысалы, ерім дейтін ел болмаса. Сондықтан бұл қазіргі Қазақстанның келешек жастары осының бәрін, осындай байлықтың бәрін, әрбір граммын, әрбір баррелін еліне жеріне қалай қызмет еттіреді. Сол мәселе. Мысалы, алып қараңыз мектептерді. Мысалы, бізде 4 смена бар. Менің балаларым Эмиратта оқығаннан мен салыстырып қараймын да. 4 смена дейсіз. 4 сменаға дейін жетеді Қазақстанда мектептер. Бір класста 35 бала. Мұғалімнің тәлім тәрбие беретін мұғалімнің, ілім білім беретін мұғалімнің бір балаға 1 минуты жете ме жетпей ме сабақ барысында. Өкінішке орай. Жас балаларға нені көп ұсынар едіңіз? Шетелде оқығанды ма, әлде Қазақстанда оқығанды ма? Сосын жұмыс жағынан да, тәжірибе алу жағынан да. Тепе-тең сақтау керек па, әлде көбірек шетелде жұмыс істеу керек па, әлде Қазақстанда жұмыс істеу керек па? Бұл жағынан қандай ұсыныстар берер едіңіз? Менің ойымша, қай жерде value addition дейді ғой. Қай жерде ол ең көп тәжірибе жиналады. Қай жерде ол көп өзін аша алады да. Сол маңызды да. Онда ең мықты компаниялар таңдап, ең мықты университеттерде оқыған дұрыс қой. Жалпы болашақта қай елдерде жұмыс перспективасы көп болады деп ойлайсыз? Мұнай саласында? Мұнай-газ саласында? Мұнай-газ саласында ол әрине Middle East. Араб елдері. Араб елдері. Неге десеңіз, мысалы қараңыз, біздің 3 гигант Қашаған, Қарашығанақ, теңізді алып қарасаңыз, бәрі карбонаты. Мысалы породаның түрі кальций карбонат, либо магний кальций карбонат, доломит, либо лаймстон дейміз ғой. Известняк немесе доломит. Араб мемлекеттеріндегі дүние жүзіндегі негізі 70% сондай породалар. Араб мемлекеттеріндегі араб формейшн дейді ғой, пласт араб, который бір ұңғысы мысалы 13 мың баррель береді суткасына. Бір ұңғы. 13 мың баррель деген 3 мың тонна, 3 мың тонна. Ол біздің Қазақстанда орташа бір кен орны. 2 мың тонна деген. Шайыр көп. Примерно. Сұмдық қой. Бұл бірінші. Екіншісі, андай naturally fractured дейміз ғой, природный трещиноватость. Ол карбонаттар кәдімгідей доломитизация болған кезде температураның астында ол кәдімгі бүйтіп трещиналар пайда болады да. Қазақстанда 3 месторождение сондай. Middle East'тегі месторождениелердің туры сондай. Үшіншісі ол H2S, сероводород. Қазақстандағы осы 3 кен орнында сероводород, Middle East'те де сероводород. Ұқсас, бәрі. Ұқсас. Оларда көлем жағынан әлдеқайда көп, әлдеқайда көп. Ол жақта былайда, мен кезінде рамкада істеген кезде біз мынандай, мен адвайзер болдым, кетпей тұрып, senior vice president дейді ғой, соның өзінің командасы бар, аналитика жасайтын, оптимизация жасайтын, сол команданың құрамында болдым мен. Олар бәрін қарайтын еді да. Добыча жағынан болсын, unit cost дейді ғой, lifting cost, и параллельно хайрингті да стратегически планировать ететінбіз біз. Именно хайринг деген рекрутингті. Қай мемлекеттерден қандай мамандарды алу да? Анда SPE-ді білесіз, Society of Petroleum Engineers. Олардың annual salary survey дейді. Әрбір жылдық жалақыны қарайтын статистикасы бар. Сол статистиканы қолданды, open source, ашық доступтағы даналарды қараған кезде, ең undervalued дейміз ғой, ең құндылығын әлі дүние жүзі түсінбеген, ол мынау біздің Қазақстанның мамандары. Неге десеңіз, көбісінің
образованиесі шетелдік, тәжірибесі мынау қиын кен орындарынан, мықты компаниялардан, мықты компанияда бәрі ағылшынша біледі, бірақ айлығын алып қарасаңыз өте дүниежүзіндегі томендердің біреуі. Сондықтан бұл меніңше natural процесс та, табиғи процесс. Қазақстаннан көп мамандар қазір кетіп жатыр, именно Middle East'те көп, өз басым көп көріп жүрмін. Өткенде Катарда болғанда айтады, елшінің несі ғой, ресми ақпараты 600 қазақ Катарда, Дохада істеп жатыр дейді. 600 деген аз емес деймін. Көбісі маман бойынша сол теңіз, Қашағанның мамандары да, мықты мамандар да, негізі шетелдік білімі бар, шетелдік компанияда істеген, қиын жәндегі айтқан кен орындар істеген. Олар үшін ол таптырмас бір маманды, дайын бір маманды алып алды да. 5-10 қанша жыл бойы ол Қазақстанның негізі бір өз қолынан былай қалайсың қадірін білмеген. Меніңше ол табиғи жаңағыдай. Табиғи ол процесс, жұмыс көп. Неге десеңіз, бәрібір ол қазақтардың еліне, жеріне әлі тиеді, әлі жаңағыдай ықпалы жақсы жағынан әлі көп көреміз оның бәрін. Неге десеңіз, бұл кісілер бәрібір еліне үй алады, елінде туыстарына көмектеседі, еліне келіп бір сабақ айтқысы келеді, студенттерге бөліскісі келеді біліммен. Байланыс болады. Байланыс бәрібір болады. Ертең ол кісілер о жақта болып бизнес ашып жатса да, ол Қазақстаннан хайринг жасайды, Қазақстанның мамандарын алады. Дұрыс. Елші дейсіз ғой. Жалпы мұнай газ саласынан басқа қай салада перспектива, қай елдерде болады деп ойлайсыз? Өз ойыңыз. Қай елге барар едіңіз, мысалы? Жастарға ұсынар едіңіз? Ол неге байланысты да? Мамандыққа байланысты. Мамандыққа байланысты бұл бір. Екіншісі, қазір классикалық мұнай газ саласы өте өзгеріп жатыр. Неге десеңіз, қазір мысалы көп кен орындарында обводненность дейміз ғой, су пайызы көбейіп жатыр. Мынандай қазір технология бар, мысалы direct lithium extraction дейді, DLE. Мынау попутный біздің судан ішіндегі элементтер бар. Редкозем болсын, литий болсын, басқа да элементтерді параллельно соны улавливать етеді. Неге десеңіз, сіздің қараңыз, лифтинг кост дейміз ғой, operating косттың сіздің расходтарыңыз көбейіп жатыр, неге десеңіз, су көбейіп жатыр. Оны сіз қалай төмендете аласыз, қалай офсет жасай аласыз? Жаңағында минералдарды қосымша добывать етіп аласыз да сатасыз. Сол кезде сіздің жаңағындай лифтинг костыңыз более-менее выровненный болады. Өзін ақтауға. Бұл бір. Екінші, өте көп дамып жатқан сала бұл battery energy storage systems дейді. Именно сіз генерация жасаған кезде, мысалы попутный газды қазір бәрі турбина қояды, ол оңай зат. Турбина қоясыз, электр жүйесіне оны генерировать етесіз. Тоқ шығарасыз. Бірақ оны мобильный батареялар, электрокарлардағы батареяларды сондай пак жасайды. Үлкенін, контейнер сияқты. Сіз оны сол жерге хранить етесіз. Сіз сонда буровойдағы, мысалы буровойдың басындағы дизель генераторды тоқтатып, батареяны кеп қоя аласыз. Насостар шығып жатыр қазір көп. Оңғы басында скважинада операция істейтін цементажный насос болсын, ГРП-ның насосы болсын, cold tubing установка болсын, электрический. Именно сол батареядағы энергияны керек скважинаның басына апарып, сіз дизельді полностью тоқтатып, бірыңғай электр жүйесінде жұмыс істейсіз. Дизельден жәндегі электр тоғыны өткен, ол ең үлкен үлесі таза энергия болған. Carbon footprint дейді ғой. Қазір ол налог түрінде енгізіліп жатыр. Сіздің жаңағындай углеродный следіңіз высокий болса, сіздің, конечно, бағаңыз да төмен болады. Мұнай газ көп ауаны ластаған үшін оған көбірексіз салық төлейсіз. Бұл екінші жаңағындай жайты бар. Үшіншісі, әрине бұл carbon capture, CCUS дейді ғой. Carbon capture storage. Оларды ұстап алу ғой жәндегі. Мысалы жәндегі біздегі тестердегі шыққан түтінді шығармай ұстап алу. Европада бар деп білемін да? Европада бар, Норвегияда бар, Эмиратта да бар, пилотный проект жүріп жатыр қазір. Түтінді ұстап, оны қайтадан жердің астына қайтадан айдап жібереді. Ол айдап жүрген кезде былай да, бір породаның түрі болады. Жаңағы сіз айдаған кезде, мынау карболик асид дейді ғой, CO2 негізі кислотный да средасы. Ол породамен реакция түседі да, precipitation болады, осадка береді, кәдімгідей порода болады сіздің неңіз. Түседі. Углекислый газыңыз, И сондай технология, ол да бір технология. Ол да бір технология, өте маңызды технология бұл. Ол неге Қазақстанға келген жоқ па сонда әлде? Қымбат па әлде?
бізде көп қой ТЭЦ 70% энергиямыз содан шығады. меніңше келешегі бір зор Үлкен не ғой деген ғой жендегі возможность перспектива. ТЭЦ-ті қараңыз, ТЭЦ-терді жаққан кезде бұл тағы да қайтадан шетелден отыр. Мынау сіз көмірді жаққан кезде оның құрамында басқа да металдар бар. Анау күлден бар емес па? Күлден металдарды шығаруға одан да шығаруға болады. Қазір бұл сала өте дамып жатыр. Сосын тағы да технология бар. Сіз анау CO2 деймін, көмір қышқылды, CO2-ді, углекислый газды метанолға айналдыра аласыз. Металлонға. Иә. Ондай да технологиялар бар. Естімеген елде көп дейсіз ғой. Қазір неге қарасаңыз, технологиялар уақыты да. Кімде технология бар, сол алда болады дейсіз ғой. Жалпы мынау пікір Apple болуды негізі бірінші себеп технология ғой негізі. Кеше сол бір достарымызбен отырмыз, әңгімелесіп, неге бүкіл телефондар бар, бір Apple бар. Неге жете алмайды деймін. Мен айтамын, технология деймін да. Оның технологиясын тапса, онда бәсекелес конкурентті пайда болады деймін да. Сол технология арқылы ол не жасап отыр да, өзінің алдында. Жалпы осы бүгінгі подкасттың тақырыбы біздің Аслан мырзамен танысу болды. Өзінің өмір баяны, өзінің оқыған ортасы, жұмыс тәжірибе алған мекемелері, елдері, оны айтып өттік сұхбат барысында. Оның арқасында академия, білім саласында қазір докторантура жасап жатсыз, машина және машиналық оқыту дейді, машин лернинг дейді, дата аналитика, оның маңыздылығын, оның ерекшелігін атап өттіңіз, неге ол саланы таңдағанын айтып өттіңіз, жастарға және кеңестеріңізді бердіңіз бұл салада. Келесі жәндегі өзіңіздің патентіңізді қалай алғаныңызды айтып өттіңіз, тәжірибе жолымен, білім жолымен, олардың қандай ерекшелігін атап өттіңіз. Сосын оған қарай Қазақстандағы энергетикасын шолып өттік, алыстан болса да, жәндегі өзіңіздің қанша мұнай кен орнында болдыңыз, уран саласында болдыңыз, қазба байлықтар саласында болдыңыз, ондай атап өттіңіз. Атом электр станциясына да бір тиіп өттік, себебі сіз істеп жатқан елді мекенде де атом электр станциясын салып жатыр, тағы да жоспарда салып жату. Соңғы неде жастарға өсиет айтып өттіңіз, жалпы қай жерде мамандық алған дұрыс, қанша жыл мамандық алған дұрыс, қай жерде білім алған дұрыс, және келешегі қай елдерде мұнай газ саласы болсын, басқа салалар болсын, перспективасы келешегі бары мол болғанын атап өттіңіз. Бүгін осындай ауқымды сұхбат берген үшін Аслан мырза көп рахмет айтқымыз келеді. Рахмет. Бұл біздің алғашқы емес, тағы да болады, соңғы емес, тағы да болады деген ниеттеміз. Тағы да подкасттар келешекте. Аслан мырза негізі уақытша ертең кетіп бара жатсыз, естуім бойынша. Жолыңыз болсын, жолыңыз ашық болсын. Сол, рахмет сізге. Рахмет.